әрбір адамның сауалына нақты жауап беруге тиіс. Әдетте, мұндай хаттардың көбі аймақтағы инфрақұрылым, соның ішінде жол, аула және балалар алаңы туралы болады. Бұл жергілікті жерде шешімін табуға тиіс негізгі мәселелер. Бірақ әкімдіктер көп жағдайда мұндай өтініштерге атүсті қарайды. Амалы таусылған жұрт орталыққа, тіпті президент әкімшілігіне шағымдануға мәжбүр. Азаматтардың өз әкіміне деген сенім деңгейін осындай хаттардың санынан байқауға болады. Жыл өткен сайын халықтың талап тілегі артып келеді. Барлық мәселені мүмкіндігінше өз деңгейінде шұғыл және сапалы шешу қажет. Бірақ бұл міндетті атқару үшін жергілікті әкімдердің қолында тиісті құзыреті болу керек. Атқарылып жатқан жұмыстың мән жайын үнемі жұртқа түсіндіріп отырған жөн. Сын түзілмей, мін түзілмей деген. Әрине, айтылған ұсыныс пікірге назар аудару керек. Бірақ әркімнің әсіресе іс-әрекеті ерсі, ниеті теріс, тіпті арандатушы адамдардың ығына жығылмай, жетегіне кетпей, ақылға қонымды ұсынысты ғана қабылдау қажет. Негізі, бұл барлық деңгейдегі әкімдерге ортақ ұстаным. Тұрғындарды ортақ іске жұмылдырып, алға бастай білетін әкімді нағыз әкім деуі болады.